Саламатсыздар ма? 5-ші сынып БЖБ біріншісін көрсетейік. 64 санының 25%-ын табу керек. 64 деген санның 25%-ын табу керек. Ол үшін біз 64 санымыз 100%-ға тең деп аламыз. Сөйтіп 25%-ын табамыз. Пайыздың астына пайыз жазылады. X тең болады 64-ті 100-ге көбейтеміз. 25-ке көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. 100 бен 25-ті қысқартсақ, 25-ке қысқарады. 100-ге 4-тен, 25-ке 1-ден. 4 пен 64-ті 4-ке қысқартсақ, 16-дан 1-ден сонда 16 болады екен. Келесі 70%-ы 14-ке тең санды тап дейді. Демек ол 70%-ымыз 14 болып тұр. Біз 100%-ын табуымыз керек. X тең болады. 100 бен 14-ті көбейтеміз. 70-ке бөлеміз. 70-тің 0 мен 100-дің 0-ін қысқартып жіберейік. 70-ті 7-ні 14 пен қысқартатын болсақ, 7-ге 1-ден, 14-ге 2-ден, 2-ні 10-ға өтсек, 20 болады екен. Келесі екіншісінде KM, KT және KN сәулелерін сызыңдар пайда болған үш бұрышты белгілеулермен жазыңдар дейді. Сонымен біз бұрыш сызуымыз керек. Осындай бұрыштар болсын. К дегеніміз мұна төбесі болады, себебі бәрінде де К қатысып тұр. Енді осылардың белгіленулерін жазуымыз керек. Мұна бұрышты біз МКТ деп жазамыз. Мұна бұрышты ТКН деп жазсақ болады. Және мұна бұрышымызды МКН деп жазсақ болады. Үшіншісінде транспортирдің көмегімен 45 градусты салыңыз дейді. Енді транспортир жоқ болса, егерде дәптерге салған кезде біз той көзді пайдалансақ болады. Мысалы, бір бұрыштың бір қабырғасын сол сызықпен бірге қойып салсақ, келесі қабырғасы бұрыштың мұна түйіндермен қосылып отыратын болады. Түйіндері арқылы өтеді. Сонда осындай бұрыш болады. Бұл бұрышымыз бізде 45 градусқа тең болады. Енді ол бұрыштың атын жазып қойсақ, А, В, С болсын. Бұрыш А болса 45 градусқа тең. Төртіншісінде бізге 10 нүктесі не болатын табу керек. О дегеніміз берілген шеңбердің центрі болады. Центрі, ал енді ОА дегеніміз ол радиус болады. БН деген кесіндіміз ол хорда болады. КФ деген кесіндіміз ол центр арқылы өтіп жатыр, демек ол диаметр болады. БЖБ аяқталды. Сау болыңыздар.